Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі сабақтың тақырыбы Қазақстан әлем халқының көшіп қонуы, тарихы мен қазіргі жағдайы. Көшіп қону дегеніміз не? Яғни анықтама беретін болсақ, халықтың бір елден екінші елге немесе аймаққа тұрақты немесе уақытша қоныс аударуды, бұл дүниежүзілік құбылыс, аударуды айтамыз. Себептері әлемдік деңгейде экономикалық, саяси, экология және әлеуметтік себептерге байланысты жүреді. Мысалы, жұмыс іздеу, білім алу немесе қақтығыстардан қашу деген сияқты суреттегідей көшіп қону анықтамасы беріліп тұр. Келесі Қазақстандағы көшіп қонудың тарихи кезеңдеріне келетін болсақ, Кеңес одағы кезеңінде индустрияландыруға және жер аударылуға байланысты ішкі көшіп қону үрдістері басым болды, 1900-2000 жыл аралығында. Яғни бізде тәуелсіздік алғаннан кейін этникалық қазақтардың, мысалы, яғни қандастарымыз оралмандар тарихи отанына оралуы процестері қарқынды жүре бастады. 2000 жылдан кейін тұрақты демографиялық өсу мен көшіп қону саясатының күшеюі байқалды. Мемлекеттік бағдарламалар арқылы көшіп қону реттеле бастады. 2024 жылғы Қазақстан халқының саны мен этникалық құрамына келетін болсақ, жалпы халық саны 20 миллионнан астам болды. Қазақтар 14 миллионнан астам болса, оның 71%, орыстар 3 миллионға жақын, өзбектер 660 мыңдай, қала халқы 12 миллионнан астам болса, ауыл халқы 7 миллионнан астам болды. Сонымен қатар Қазақстанда қай елдерден мигранттар келеді? ТМД елдер. Негізгі көшіп қону ағыны Өзбекстан, Қырғызстан, Ресей сияқты ТМД елдерден келеді. Бұл географиялық жақындыққа байланысты. Ірі қалаларға алынған, мысалы, ағын еңбек мигранттары көбінесе Алматы, Нұр-Сұлтан, Шымкент сияқты экономикалық дамыған ірі қалаларға шоғырланады. Онда жұмыс орындары көп. Елден кету 2022 жыл Қазақстанда 32 мыңнан астам адам көшіп кеткені тіркелді. Бұл кері көшіп қону үрдістерінің де бар екенін көрсетеді. Қазақстанның көшіп қону саясатының ерекшеліктері, мысалы, этникалық қазақтарға оралуға ерекше мүмкіндік беру және оларға қолдау көрсету. Бұл жерде еңбек мигранттарына келетін болсақ, еңбек мигранттарын тарту және интеграциялау шаралары экономикалық қажеттіліктерді қанағаттандыру болып саналады. Құқықтық негіз деген мигранттардың құқықтарын қорғау және олардың елдегі заңды мәртебесін реттеу. Мемлекеттік реттеу, мемлекеттік бағдарламалар арқылы көшіп қонуды реттеу және демографиялық өсімді қолдау. Бұның барлығы Қазақстанның көшіп қону саясатының ерекшеліктері болып саналады. Әлемдегі көшіп қону Қазақстандағы әсері. Халық санының өсуіне және еңбек нарығының дамуына оң әсер етеді. Жаңа жұмыс күші әкеледі. Мәдени әртүрлілік дегеніміз, мысалы, әлеуметтік және мәдени әртүрліліктің артуына ықпал етеді. Бұл қоғамның байытылуына әкеледі. Сонымен қатар бізде демографиялық өзгерістер қала мен ауыл арасындағы демографиялық айырмашылықтардың өзгеруіне, урбанизацияға да әсер етеді. Көшіп қонуының экономикалық жағдайына келетін болсақ, бұл әлеуметтік салдары. Экономикалық үлес. Еңбек күшінің халықаралық миграциясы Қазақстан экономикасына айтарлықтай үлес қосады. Әсіресе құбылыс және бұл жерде құрылыс және ауыл шаруашылығында. Мигранттардың әлеуметтік интеграциясы мен мәдениетаралық диалог қоғамдық келісімді нығайтады. Демографиялық жүктеме көшіп қонуының демографиялық жүктемеге әсері, әсіресе білім беру және денсаулық сақтау жүйелеріне байланысты болады. Болашаққа көзқарас. Қазақстандағы көшіп қону үрдістері халық санының болжамы бойынша халықтың 2030 жылға дейін 20 миллионға дейін өсуі болжануда. Бұл демографиялық стратегияны талап етеді. Саясатты жетілдіру, көшіп қону саясатын жетілдіру және халықаралық ынтымақтастықты нығайту. Қорытындылай келе, Қазақстан көшіп қону маңызды торабы. Орталық рөлі. Қазақстан әлем халқының көшіп қонуда маңызды рөл атқарады. Евразияның транзиттік дәлізі болып табылады. Экономикалық даму көшіп қону саясаты арқылы этникалық қазақтарды қолдау және экономикалық дамуды қамтамасыз ету. Тұрақты болашақта тұрақты даму мен әлеуметтік келісімді сақтау Қазақстанның көшіп қону саясатының басты мақсаты. Бүгінгі сабақта біз Қазақстанның көшіп қону маңызын нақты талдайтын